7 жасар Милана Давидованы жерлеп, енді еш жие бастағанымызда Шідерті кентінен қайғылы хабар келді. Павлодар облысының полиция департаменті онда 8 айлық сәбидің қайтыс болғаны жөнінде хабарлады. Оқыс оқиға туралы баланың анасы хабар берген. Сәбидің денесінде зорлық-зомбылықтың еш белгілері болмағанына қарамастан сот дәрігерлік сараптама тағайындалды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы мәйітке қатысты тиісті тексерістер жүргізілгенін және гистологиялық зерттеулерден соң қорытынды диагноз қойылатынын мәлімдеді. Ал еріктілердің сөзі бойынша қайғылы жағдай орын алған отбасыда тағы 2 бала бар екен. Отбасының тұрғылықты жері Павлодар қаласы болғанымен тамыз айында Шідерті кентіне анасының үйіне келген екен. Сонымен бірге денсаулық сақтау басқармасы қазіргі тұрып жатқан мекен жайы бойынша отбасы медициналық жәрдемге жүгінбегенін атап өтті. Және денсаулық сақтау басқармасы өз деңгейінде баланың өліміне қатысты тексерістер жүргізбек. Облыс бойынша өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасы мен балаларды анықтап, көмек беру мақсатында тиісті жұмыстар қолға алынған. Сондықтан өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасы мен балалар туралы ақпараттарыңыз болса, 111 65 00 60 8 707 491 64 05 телефон номерлеріне хабарласыңыздар.